тамыз кеңесінің аясында ауыл мектебі сапа алаңы панельдік секциясы ұйымдастырылды. Панельдік секцияға 200-ге жуық ауыл мектебінің педагогтері, басшылары, әдіскерлері қатысты. Секциялық отырыста жан-жақты қызықты тақырыптар қозғалды. Солардың бірі ауыл мектептерін зерттеу бойынша ғылыми жобалар қарастырылды. Оқыту процесіне жасанды интеллектіні кіргізу, оқу процесінде цифрлық технологияларды пайдаланып, ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту жобалары тақырыбындағы қызықты баяндамалары тыңдалды. Ұстаз ұлытау жобасы 2021 жылдан бастап құрылған. Биыл 4 жыл болды. Әр бағытына мұғалімдерге, педагогтерге қолдау, мектеп басшыларына қолдау бойынша ғылыми жобалар мен байқаулар, жаңа конференциялар, көбіне бізде мынау ұлттық білім академиясымен біріккен ғылыми практикалық конференция 3 жыл қатарынан жүзеге асырылып келеді. Ол ұстаз ұлытаудың халықаралық деңгейде ең бірінші рет мемлекеттік мектептің аккредитациядан өткізіп отыр. Дүние жүзінде жоқ нәрсені енгізіп отыр. Министрлік тарапынан ауыл мектебіне жақсы жағдайлар жасап жатыр, қолдаулар көрсетіп жатыр. Соның ішінде бұрынғы біздің оқыған кездегі ауыл мектептерінде робототехникалық, техникалық заттар жоқ болды. Бірақ та қазіргі таңда сол жабдықтар менен STEAM комитеттерімен жабдықталған себепті қазіргі таңда оқушылар жоғарғы нәтижелі білім алуға себепші болып отыр. Бұл ауыл мектебінің дамуына үлкен үлес. Қала мен ауыл мектептерінің арасындағы арақашықтықты азайту бағытында көптеген жобалар жүзеге асырып жатыр. Сондай жобалардың бірі біздің Маңғыстау облысындағы жүзеге асырып жатырған Отпан тірек мектептер желісі жобасы. Бұл жобаның біздің өмірге келгеніне 1 жылдай ғана уақыт болды. Жобаға 50 мектеп таңдалып алынған. Сол 50 мектептің ішінде біздің мектебімізде бар. Биыл наурыз айынан бастап мектебімізге жобаны жүзеге асыруда 3 түрлі бағытта, 3 негізгі бағыттарын атап өткім келіп отыр. Әсіресе ең бізге тиімділігі бұл материалдық техникалық базаны жабдықтап беру. Әсіресе ауыл мектептерінің бұрын қолжетімді бола бермейтін робототехника, STEAM кабинеттері, анау заманауи химия, биология, физиканың зертханаларының барлығын мектебімізге әкеліп қондырып кетті.